Қарапайым Грубер Нюбин ауылына аймаққа жаңа цирк әкелетін пойыз келді. Цирк иесі Фульберт ауыл тұрғындарын серпімді еркек, болашақты болжай алатын әйел және серуендеп жүрген ағайындылар сияқты көрікті жерлермен таң қалдыруға тырысады. Алайда, жергілікті тұрғындардың ешқайсысы бұған қызықпайды және олар кетіп қалады. Ал Фульберт цирк иесі ретіндегі тағы бір сәтсіздігіне өкінеді. Алайда Арабелла есімді ауылдың кішкентай қызы тұрғындарға гротеску қамалын мекендейтін құбыжықтар сияқты қорқынышты нәрселер әсер еткенін айтады. Бұл бекініс ең биік таудың басында орналасқан және әлемдегі ең қорқынышты тіршілік иелерінің мекені деген қауесет бар. Ешкім қамалға жақындауға батылы жетпесе де, Фульберттің бұл жерге баруы қызық болады. Өйткені құбыжықтар оның циркі өте қажет аттракционға айналуы мүмкін. Оның хабарынсыз сарайда құбыжықтар жасауға құмар профессор, ғалым және оның көмекшісі жас Фрэнки тұрады. Бала профессордың алғашқы туындысы болды және Франкенштейн сияқты ол электр қуатымен жанданған әртүрлі денелердің бөліктерінен жасалған. Сол түні профессор өзінің ең жаңа өнертабысын, 3 қолы мен кесірткенің құйрығы бар түкті циклопты аяқтау үшін машинаны іске қосты. Біз аяқтағаннан кейін бұл жаратылыс деп аталады және Фрэнки оны жуу үшін ваннаға апарады. Содан кейін бала оны Касл кинотеатрына апарады. Онда олар осы жаратылыстар ұстануға тиіс ережелер туралы бейнежазбаны көрсетеді. Бұрын профессордың құбыжықтары таудан қашып кеткен және оларға найзалары мен алауларын пайдаланған ауыл тұрғындары шабуыл жасаған. Осы себепті ол құбыжықтарды қамалдың ішінде ұстайды және оларға өзін қалай ұстау керектігін қашуға тырыспауды және әсіресе ауылға ешқашан шабуыл жасамауды үйретеді. Жазбадан кейін Фрэнки жаратылысты бөлмесіне ертіп барады. Онда ол профессордың одан да көп оғаш өнертабыстарына тап болады. Олардың қорқынышты келбетіне қарамастан, құбыжықтардың бәрі бейбіт және Фрэнки оларға балалар сияқты қамқорлық жасайды. Барлығы төсекке кеткеннен кейін, бала оның қалай жасалғанын білгісі келетін жаратылыстан басқа барлық тіршілік иелерін ұйықтатып, оқиғаны айтып береді. Ол тіпті анасы немесе әкесі бар жоғын сұрайды. Бірақ Фрэнки өзі сияқты оның жалғыз отбасы профессор екенін айтады. Осыған қарамастан, Фрэнки құрылғаннан бері өзін жалғыз сезінді. Өйткені оның әкесі үнемі жаңа құбыжықтарды ойлап табумен айналысады. Баланың онымен қарым қатынас жасауының жалғыз жолы оған эксперименттер жасауға көмектесу немесе оны бөлмесінің жанындағы қабырғадағы кішкене саңылау арқылы бақылау. Түннің соңында Фрэнки шамдарды сөндіріп, төсекте ұйықтап қалады. Бірақ келесі күні таңертең есік қоңырауы соғылғанша оянады. Құбыжықтар қоңырау соғылған кезде үрейленеді. Өйткені профессор бұрын соңды келушілерді қабылдамаған. Есік қоңырауы соғылады деп қорқып, Грубер Нюбин тұрғындары бұл тіршілік иелерін тапты. Фрэнки барлығынан тынышталуын сұрайды және оларды кім шақырып жатқанын көру үшін қамалдың үлкен қақпасына барады. Есіктің саңылауынан ол қамал иесімен сөйлескісі келетін цирк иесі Фульбертті көреді. Ол іскерлік ұсыныс жасау үшін келді. Бірақ Фрэнки тез бас тартып, қақпадағы құлыптарды нығайтады. Осыған қарамастан, Фульберт бас тартпайды және өз қызметкерлерін қамалдың басына шығуға көмектесуге жібереді. Содан кейін бір уақытта бірнеше баспалдақтарды пайдаланып, Фульберт таудың ең биік жеріне жетіп, қамал иесін шақырады. Өйткені олар бірге өте сәтті шоу жасай алады. Ер адамның табандылығына тап болған Фрэнки бетін картоп дорбасымен жауып, онымен сөйлесуді шешеді. Сыртқа шығып бара жатып, Фульберттің қамалдың шетінде ілулі тұрғанын көріп, онымен оңаша сөйлесуге рұқсат сұрайды. Фрэнки қамалдың келушілерді қабылдамайтынын айтқысы келеді. Бірақ Фульберт басындағы сөмкенің кесірінен не айтқанын түсіне алмайды. Содан кейін бала оның бетін көрсетеді. Ал Фульберт мұны көргенде қатты әсерленіп, мұндай қорқынышты көрініспен оны қамалдың барлық тұрғындары, көрермендер жақсы көретінін айтты. Жындының қуанғаны сонша, ол баспалдақтан құлап қалады. Бірақ құлағаннан кейін аман қалады және жақын арада сарайға оралуға уәде береді. Ер адам кетіп қалса да, Фрэнки бұл ұсынысты қабылдауға азғырылады. Өйткені ол өмірінде ешқашан тіпті әкесінің де сүйіспеншілігін сезінбеген. Содан кейін бала цирк иесінің ауылға қайтып келгенін білу үшін қамалдың шпилькасына қарауды шешеді. Алайда, бұл жерді бақылап отырғанда, үйінің төбесінен дүрбімен қарап тұрған Арабелланы көреді. Фрэнкидің қызға ғашық болғаны сонша, ол терезеден тайып, тікелей жерге құлап түседі. Бақытымызға орай, өлмегендіктен, ол ауырсынуды сезбейді және көп ұзамай жаратылыс пайда болып, оны басқа құбыжықтарға қамқорлық жасауға шақырады. Алайда, бала Фульберттің сарайдан кетіп, жаңа цирк аттракционы ретінде халықтың сүйіктісіне айналу туралы ұсынысына түсініктеме берді. Фрэнки келісуге бел буған сияқты, бірақ жаратылыс баланың кетуін қаламайды және профессордың да оны шынымен жақсы көретінін дәлелдеуге тырысады. Содан кейін екеуі зертхананың төбесіне көтеріліп, ғалымның тағы бір құбыжық жасап жатқанын көреді. Бұл жолы ол шынжыр табанның гибридті нұсқасын жасап жатыр. Және эксперимент аяқталғаннан кейін жаратылыс Фрэнкиді шатырдан лақтырып жіберіп, оны профессордың көзінше іліп қояды. Өзін өзі ұстай отырып, қарт адамға сарайдан шығып, циркте тұру туралы ұсыныс туралы айтады. Алайда, қарт балаға тіпті назар аудармайды және тағы бір құбыжық жасау үшін оның миын құмырадан шығарады. Мұғалімнің оны ешқашан шынымен бағаламағанын көріп, Фрэнки мұңаяды, бірақ ол жаңа құбыжықты тазарту жұмысын істеп, оны бөлмесіне апарады. Осыдан кейін бала қамалдың сыртына шығады
кенет бақшаға бірнеше цирк парақшалары тарай бастайды. Көп ұзамай Фрэнки бекіністің үстінен ұшып бара жатқан үлкен шарды көреді. Ал Фульберт өз командасымен бірге баланы циркке қосылуға шақырады. Фрэнки келіседі және әуе шарына арқанмен көтерілуге тырысады. Бірақ жаратылыс терезеден бәрін көріп, қашып кетпес үшін баланың аяғын байлап қояды. Олар жаратылыс Фрэнкиді артқа тартып үлгергенше және шар тепе-теңдігін жоғалта бастағанша күреседі. Осыған қарамастан, Фульберт Фрэнкидің арқанын аузынан ұстап алады да шарды басқаруды қалпына келтіргеннен кейін ол баланы артқа тартып, оны қамалдан алып кетеді. Келесі күні таңертең құбыжықтар дүрбелеңге түседі. Өйткені Фрэнки енді оларға қарау үшін жоқ. Жаратылыс бәрін бақылауда ұстауға тырысады және құбыжықтардың назарын аудару үшін ертегіні оқиды. Бірақ ол Фрэнкиді де сағынып, не істерін білмей қалады. Бұл арада цирк мүшелері жаңа аттракционды құпия ұстау үшін баланы жасырын түрде алып кетеді. Келген кезде Фрэнки оның келбеті адамдарды қорқытады деп қорқып, өзін сенімсіз сезінеді. Бірақ Фульберт оған уайымдамау керектігін айтып, тордың ішіндегі орындыққа отыруды. Чтобы стать миллиардером, знать то, что не нужно делать, гораздо важнее, чем знать, что делать. Большинство миллиардеров знают, что делать. Содан кейін адам Грубер Нөббин тұрғындарының бірін цирктің жаңа қатысушысына қарауға шақырады. Тұрғын бөлмеге кіре салысымен Фрэнкиді көргенде қатты қорқып, айқайлайды да шарасыздықпен қашып кетеді. Бұл цирк иесін одан сайын қуантады. Осы жерден алыс жерде, Гротеск сарайында құбыжықтар Фрэнкидің жоқтығынан қобалжыды, бірақ жаратылыс оны қайтаруға уәде береді. Жаратылыстарға бекіністен шығуға тыйым салынғанымен, ол досын қайтару үшін бәрін тәуекел етуге дайын. Содан кейін құбыжықтар оған көмектесуді шешеді және бұталардан жасалған камуфляжбен бірге қорғаныс сауыттарын жинайды. Ақырында қақпалар ашылып, жаратылыс ауылға жіберіледі. Бірақ ессіз адам сауыттың салмағын көтере алмай, ақыры үлкен беткейде тайып кетеді. Ол шатқалдың айналасындағы бірнеше ағаштар мен тастарды кесіп тастағаннан кейін жаратылыс өзін ұстай алады. Бірақ оның сауыты толығымен жойылды. Енді ол әлі де байқалмас үшін жасырын қалып, ауылға баруы керек. Дәл осы сәтте Фульберт құбыжықты жақыннан көру үшін кезекке тұрған қала тұрғындары үшін жаңа аттракцион ашады. Күткендей, олардың бәрі өлмеген баланы көргенде айқайлап жүгіреді. Бұл циркке көбірек адамдарды тартады. Арабеллада көруге бел буады, бірақ анасы оған тыйым салады. Өйткені ол қызының Гротеск сарайындағы құбыжықтың қасында болғанын қаламайды. Қысқа уақыт ішінде Фрэнки цирктің басты көрікті жеріне айналады және бір күндік қойылымдардан кейін Фульберт өзінің жетістігін атап өтеді. Егер олар осылай жалғаса берсе, олар жақын арада циркке салған инвестицияларын қайтарады және Фрэнки тек Грабер Нөббинде ғана емес, бүкіл әлемде танымал болады. Кейінірек бәрі ұйықтап жатқанда, жаратылыс Фрэнкиді бүкіл цирктен іздеуге кіріседі. Ол өзіне назар аудармауға тырысады. Бірақ ақырында Фульберттің кішкентай иті оны байқап қалады. Ол үре бастайды да, оған қарай жүгіреді. Тіршілік иесі қашып үлгереді және дәретхананың артына тығылып, түннің қалған бөлігінде жол бос болғанша күтуге мәжбүр болады. Бұл қауіпсіз. Жақын жерде Фрэнки камерасында қалады, кенеттен Арабелла пайда болады. Басқалардан айырмашылығы, қыз одан қорықпайды және ол Гротеск сарайы мен құбыжықтар туралы бірнеше сұрақтары бар тізімді әкелді. Алайда көп ұзамай цирк иесі келіп, қызға кет деп айтады. Өйткені ол дайындалу керек. Фрэнки алдағы қойылымдарға алдыңғы түн сәтті өткенімен, Фульберт көрермендердің әрқашан көбірек нәрсені қалайтынын біледі. Сондықтан ол жаңа нөмірлерді сынап көруді шешеді. Кейінірек цирк иесі Фрэнкиді торға қамап, шынжырмен байлап тастайтын арнайы шоу дайындап жатыр. Бұл көрініс барлық көрермендерді толғандырады, бірақ бала оны жеңе алады. Ол өзін босатып, экипажбен бірге өзінің өлмеген оқиғасы туралы музыкалық нөмірді орындайды. Тағы да спектакль сәтті өтті және көп ұзамай көрермендер Фрэнкидің бейнесі бар туындыларды сұрай бастайды. Осының арқасында Фульберт жанкүйерлерін жинай бастаған, баланың суреті бар табақтарды, шын аяқтарды және футболкаларды сату арқылы одан да көп ақша табады. Бүкіл ауыл осы жетістігін ескере отырып, Фульберт баланың жақсылығын қайтарып, оған өзінің жеке трейлерін сыйлауды шешеді. Фрэнки бұл қимылға қуанышты, бірақ цирк иесі шарт қояды. Ол ешқашан өзінің трейлеріне келушілерді кіргізе алмайды. Бала келіседі, бірақ Фульберт кете салысымен Арабелла келіп, оны кетуге шақырады. Серуендеуге барайық. Фрэнки тайып кетеді де, олар сөйлесе бастайды. Кенеттен жаратылыс ағаштан құлап, екеуін де жаншып кете жаздады. Фрэнки ол жерде құбыжықтың не істеп жатқанын сұрайды және ол оны қайтарып алуға келгенін айтады. Өйткені жаратылыстар оны сағынып жатыр. Әңгіме арасында үшеуі де цирк иесінің дауысын естиді. Фрэнки жаратылыс пен Арабеллаға оның трейлеріне тығылуын айтады. Фульберт іште не болып жатқанын көруге барады. Бірақ есікті ашқанда төсекте кітап оқып жатқан Фрэнкиді ғана көреді. Адам бәрі жақсы деп ойлап кетіп қалады. Бірақ есікті жапқан бойда жаратылыс жасырынған жерінен шығып, көп нәрсені көргенде шошып кетеді. Көп айналада қаншама адам бар. Бала оны тыныштандыруға көмектесуге тырысады. Бірақ құбыжық мазасызданып, тіркеменің қозғалуына себепші болады. Үлкен еңіспен төмен қарай жылдамдайды. Фрэнки тіркемені бұзу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ ол таудан ұшып,
көлдің ортасында апатқа ұшырайды. Келесі күні Фрэнки мен Арабелла жағада жатып оянады. Бірақ жаратылыс оларды құлыпқа оралу керек деп оятады. Алайда бас тартады. Өйткені ол адамдардың жақсы болуы мүмкін екенін түсінді және олардың жанында тұрғысы келеді. Содан кейін ол жаратылысты құшақтап, оны ешкім көрмей тұрып, сарайға қайта оралуын айтады. Досымен қоштасқысы келмесе де, жаратылыс Фрэнкидің шешімін қабылдайды және бала Арабелламен бірге кетеді. Бірнеше минуттан кейін екеуі Грубер Нубинге келеді. Ал жергілікті тұрғындар Фрэнкидің айналасына жиналып, фотосуреттер мен қолтаңбаларды талап етеді. Бала осы атақ даңққа қатты қуанады. Бірақ Арабелла оған маңызды нәрсені көрсету керек екенін айтып, оны тартып алады. Содан кейін екеуі оның үйіне барады. Онда Арабелла оларға Гротеск сарайынан жасаған құбыжық суреттерін көрсетеді. Ол осы жаратылыстардың барлығын дүрбімен алыстан бақылап, бір күні олармен кездесуге үміттеніп, қағазға түсіретін. Фрэнки достарын сызбаларда қайта көргеніне қуанышты, бірақ ол олардың өздеріне қамқорлық жасауына мүмкіндік беретін уақыт келді дейді. Оның үстіне бала ақыры өз орнын тапқанына сеніп, циркке жүгіреді. Онда Фульберт пен оның командасы Фрэнкидің жоғалып кеткеніне қайғырады. Онсыз цирк ұзаққа созылмайды. Бірақ бәрі жоғалып кеткендей көрінгенде, Фрэнки шоуды жалғастыру үшін қайта пайда болады. Фульберт бұған қатты қуанғаны сонша, ол Фрэнкиді қалған көрермендерге қайта таныстыру үшін одан да үлкен шоу көрсетуді ұйғарды. Сол күні кешке цирк есігін айқара ашады және барлық тұрғындар жаңа шоуды тамашалауға жиналады. Бұл жолы Фульберт бұрын соңды жасалған ең қорқынышты жаратылыстардың мекені болып табылатын Гротеск сарайының дәл көшірмесін салуға тапсырыс берді. Тұсаукесер басталып, құлыптың жоғарғы жағынан жалмап жатқан құбыжық Фрэнки пайда болады. Бүкіл адамдар ол бекіністің ұлы билеушісі болған. Бірақ бір күні ержүрек ауыл тұрғындары бұл жерге басып кіріп, құбыжықты қамалдан күшпен қуып шығаруға әрекеттенген. Бұл шоу барлығын таңғалдырады. Бірақ Фульберт әрі қарай жүргісі келеді және импровизация жасауды шешеді. Ол өзінің гимнастшыларына Фрэнкидің бір қолынан ұстап алуды бұйырады, ал екінші қолы кісенделген. Содан кейін жүргізуші құбыжықтың қарсы тұруға тырысқанын, бірақ жергілікті тұрғындардың күшімен оның қолын жұлып алғанын айтады. Фрэнки қорқады, өйткені бұл спектакльдің бір бөлігі емес еді және өзін ұстауға тырысады. Бірақ әуе гимнасттарының салмағы оның қолының тез босап кетті. Ақырында Фульберттің айтуынша, оны жасаған ғалым ғана жүн мен инені пайдаланып, жаратылыстың қолын қалпына келтіре алады. Бірақ алдымен Фрэнкидің ішінде не бар екенін білу керек. Фульберт ғалым кейпіне еніп, Фрэнкиді барлығының көзінше толық ашуға уәде береді. Бала қорқып, көмекке шақырады. Бірақ бұл жерде оның досы досына көмектесу үшін цирк сахнасына шығады. Оның алдында нағыз құбыжықты көргенде, барлық көрермендер мен цирк командасы қорқып, трибунадан қашып кетеді. Айналаның бәрі бейберекетсіздікке айналады. Қамал құлай бастайды. Ал Фрэнки әлі де бұғауларға байланады. Жаратылыстың көмегімен бала өзін босатып үлгереді және екеуі қашып кету үшін Арабелламен қайта қауышады. Бірақ бүкіл цирк өртене бастайды. Бақытымызға орай, олар тығырықтан шығудың жолын таба алады және жаратылыс Фрэнкиді алып кетеді. Бірақ Арабелла қашып бара жатқанда, Фульберт қыздың қолынан ұстап қалады. Ол Арабелла Фрэнкиді қайдан білетінін сұрайды. Ал қыз оның басқа тіршілік иелерімен бірге Гротеск сарайында тұратын мейірімді құбыжық екенін айтады. Мұны естіген Фульберт одан сайын қуанады. Өйткені ол енді оның шоуында одан да көп құбыжықтар болатынын біледі. Көрермендер ауылға қайтып бара жатқанда, цирк иесі хабарландыру жасау керек екенін айтып, пойызымен олардың жолын жауып тастайды. Оның айтуынша, Арабелла тұтқынға алынып, құбыжықтар әскері тұратын Гротеск сарайына апарылған. Содан кейін ол ауыл тұрғындарын оны құтқаруға шақырады. Олардың барлығы еш ойланбастан келісіп, шамдармен, айырмен және найзалармен қаруланған. Шындық мынада, Арабелла Фульберт пойызының ішінде қалып қойды. Ол ауыл тұрғындарының қамалға басып кіруіне жем болды. Цирк командасы олардың бастығы шектен шығып кетті деп ойлайды. Бірақ Фульберт оған ұсталған құбыжықтар керек екенін айтады. Өйткені олармен бірге оның циркі әлемдегі ең әйгілі болады. Ауыл тұрғындары қамалға қарай бет алған кезде, жаратылыс Фрэнкиді ауылдан алып кетеді. Үйге оралғанда, Фрэнки кетіп қалғаны үшін кешірім сұрайды. Ол тек біреудің оны жақсы көргенін қалайтынын айтты. Құбыжықтар оны әрқашан жақсы көретіндіктерін айтады. Өйткені Фрэнки оларға әрқашан өз отбасындай қамқор болған. Бала қозғалып, достарын құшақтап жатыр. Бірақ бұл сәт қамал қақпасына тез жақындап келе жатқан пойыздың дыбысымен үзілді. Қақпаның алдында Фульберт ауыл тұрғындарын бекініске апарады. Бірақ құбыжықтар көпір мен қақпаны көтеретін механизмді іске қосады. Соған қарамастан, ауыл тұрғындары пойыз өтетін жол ретінде қызмет ететін тірі көпір жасай алады. Ауыл тұрғындары жақындаған сайын, құбыжықтар мұның соңы екеніне сене бастайды. Бірақ Фрэнки олардың қорқынышты табиғатына қарсы тұру және онымен келісу керек екенін айтады. Бірнеше секундтан кейін Грубер Нубин тұрғындары қақпадан өтіп, құлыпта жасырынған құбыжықтарға қарай қашып үлгерді. Шкиві бар арқанға бекітілген арбаны пайдаланып, Фрэнки достарын дәретханаға апарады. Ал ауыл тұрғындары оның артынан қуып барады. Олардан қашып үлгерді. Бірақ Арабелланың анасы басқару бөлмесіне кіріп үлгерді және құбыжықтарды көргенде,
оларды жою үшін басқару тақтасындағы түймені басады. Оның орнына жынды әйел барлық құбыжықтарды бірден шомылдырады, және олар қайтадан қашу мүмкіндігін пайдаланады. Топ кинотеатрда жасырынуға тырысады, бірақ ауыл тұрғындары оларды қолдарына қару алып қоршай бастайды. Бұл біткен сияқты, бірақ Фрэнкидің бір ойы бар, және ол құлыптау ережелерінің бейнесін ойнату үшін проекторды іске қосты. Алайда, бала жазбаны кері ретпен ойнатады. Бұл құбыжықтарға бұйрықтарды орындаудың орнына олардың қорқынышты бейне қосылғыларын орындау керектігін білуге мүмкіндік береді. Фрэнки күткендей, жаратылыстар мұны түсініп, айқайлары мен күлкілерімен тұрғындарды қорқыта бастайды. Шатасудың ортасында Фульберт мәселені жалғыз өзі шешуге тырысады. Бірақ Арабелла бостандыққа шығып, оған шабуыл жасап, барлығына оның бәріне кінәлі екенін көрсетеді. Алайда цирк иесі қашып үлгереді, және профессордың зертханасын тапқанша қамалдың үстінен жүгіреді. Бұл адам тағы бір тәжірибе жасап жатыр, бірақ оны Фульберт тоқтатады. Ол өзінің барлық құбыжықтарын сақтап қалуды талап етеді. Алайда төбеде арқанға байланған Фрэнки мен жаратылыс пайда болады. Ол есікке жақындап, ішіндегі жігітті құлыптайды. Содан кейін ол жаңа құбыжықты шақыру үшін көлікті іске қосуға тырысады. Бірақ Фульберт оны тоқтатып, терезеге қарай секіреді. Ал оның шары екінші жағынан төбеде пайда болады. Цирк иесі мұны істемекші. Қашып кету үшін, Фрэнки көлікті қосу үшін тұтқаны ұстап, оны тартып алмақшы болды. Бірақ ол кептеліп қалды. Жаратылыс досына арқанды тарту арқылы көмектесуге тырысады. Бірақ Фрэнкидің қолы одан сайын құлап бара жатқанын түсінеді. Соған қарамастан, бала оған бұйырады және өзінің барлық күшін пайдаланып, жаратылысы арқанды тартып, Фрэнкиді белсендіруге мәжбүр етеді. Тұтқаны басыңыз. Дәл осы сәтте машина қуатты сәулені операция үстеліне бағыттайды. Ал парақтың астынан алып тәрізді құбыжық шығады. Бауырымен жорғалаушы пайда болады. Бұл қорқынышты тіршілік иесін көрген Фульберт қашуға тырысады. Бірақ құбыжық жылдамырақ және оны бір тістеп жеп қояды. Цирк иесінің жоспарлары аяқталды. Бірақ бұл Фрэнкидің қолына түсті. Ал оның денесі толығымен тігілмей, бала иесінен танып қалды. Жаратылыс және барлық құбыжықтар баланың айналасына жиналып, мұңайып, оның мәңгілікке кеткеніне сенеді. Осы кезде профессор олардың қасына келіп, Фрэнки мен оның туындыларына алғаш рет қамқорлық көрсетеді. Ол құбыжықтарға қамқорлық жасаудан гөрі, оларды ойлап табуға көбірек уақыт жұмсағандықтан, профессор оларға ешқашан лайықты көңіл бөлмегенін түсінді. Өзін құтқару үшін, ол Фрэнкиді қайтару үшін жіп пен инені сұрайды, және олардың әрқайсысына ат қою арқылы құбыжықтарға жақсырақ қарауға уәде береді. Бірнеше сағаттан кейін Фрэнки арғы дүниеден қайтып келеді, және профессормен бірге олар осы бейберекетсіздіктен кейін қамалды жөндеуді шешеді. Оның үстіне Арабелла ауыл тұрғындарына құбыжықтардан кешірім сұрауды бұйырады. Өйткені нағыз кінәлі цирк иесі болған. Осының арқасында профессор оның сарайына барып, оның туындыларымен араласқысы келетіндердің барлығына қақпа ашады. Фрэнки бәрін камерасына түсіріп алады, және ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалғаннан кейін бала енді сүйікті болу және отбасы болу дегеннің не екенін біледі.